Менің атым Ислам болады, жасым 21-да. Отбасымда 5 адам бар: әке, шешем, мен, қарындасым және інім. 3 қаңтар күні қосылғанмын, осы 2025 жылы. Қазір жұмыс істегеніме 3 ай болды. Сол қаңтар айында кірген тұғымын. Табысым 230 мың теңге көлемінде болған. Қазіргі табысым осы айға 3 аптаға пока что 700 мың теңге шықты, алайда бір айдың көлемінің ішінде 1 миллион теңге табамын деген үміттемін. Одан бұрын Lucid Balloons деген шариктермен заниматься еткенбіз досыммен, яғни жеке кәсіп. Ол кезде адам басына 200 мың теңге көлемінде түскен. Желтоқсан айына табыс жоспарым 1 миллион 200 мың теңге көлемінде болып тұр қазір. Жалпы 10 жылға деген мақсатым бірінші сол үйлі болу, жер үй салғым келеді өзім. Одан кейін жеке кәсіп, яғни бір салада, мал саласында немесе жиһаз саласында өзім жеке кәсібімді ашқым келеді. Одан кейін семейнен, яғни отбасылы болғым келеді. Шаңырақ көтеріп, балалы болғым келеді. Тағы да мақсат ол денсаулық мақсатына келсек, артық салмақтан құтылып, одан кейін жаман диетаны сақтап, жаман привычкалардан сақтап, өзімді ретке келтіргім келеді.